Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің атым Нұрлан, Маңғыстаудан. Мен бір айта кетейін, ойымды айта кетейін. Көзбен көрініп тұрған мына қазіргі біздің осы сүріп жатқан өмірімізде мына ата заңымыз бар ғой. Ата заңымыздың 3-ші бабына сүйеніп бір әңгіме айтып көрейін деп едім. 3-ші бабында барлығы мысалға билікке барады сайлау арқылы дегенде. Өзі біздерде сайлаудың құйтырқы әрекетін бәрі ескереді халық. Енді содан кейін мына депутаттар да солай сайлау арқылы делінген. Сосын сол 3-ші баптың ата заңы 3-ші тармағында болу керек. Не бар? Билікті иемденіп кету болмайды дейді да. Енді құйтырқы әрекетпен сайлау жасап иемденіп алды ғой. Сосын солардың өздері мына топ бар ғой. Олар барады да қоғамдық кеңес дейтін топ құрады дағы. Оны мына бұқара халық құра алмайды. Оны заңда өздері құрайтын қылып істеп қойған. Соны депутаттар құрады. Өздері құрып алады, бірін-бірі марапаттайтын топтар пайда болады. Сосын болды, бизнесмендер бәрі. Қара отсаң, енді 99% бизнесмендер ішінде отырған. Өз бизнестерін қорғап кете береді. Бұқара халықтың пікіріне құлақ аспайды. Сондай көзге көрініп тұр да, біз жастарға, ұрпақтарға осындай тәрбие көрсетіп отырмыз да. Олар да осындай құйтырқы әрекетпен сондай жерге барғысы келеді енді. Қара, істеп отырғандарын. Бұлар дейтін бар ғой, былай қарасаң, анауда бір топ, анау қоғамдық кеңесін бір топ, былай қарап отырсаң, бірінің қылмысын біріне жасыратын сияқты ма, сондай болып көрінеді. Сондай құйтырқы әрекетті не үшін бізде сыбайлас жемқорлық, прокуратура, КМБ дейтіндер көрмейді? Олар не көрмейді, түсінбеймін. Маған солай көрініп тұр, әлде тек қана маған солай көрініп тұр ма? Сол ғой, көзге көрініп тұр негізі. Соған не айтасыздар? Комментарий жазып көрші.